Барлықтарыңызға ассаламу алейкум. Бүгін осындай ерекше дәмді ас дайындаймыз. Ең алдымен етті осылай ұзыншалап етіп турап аламыз. Кейін пиязды да солай ұзыншалап етіп тураймыз. Қызып тұрған табамызға майымызды құйып алып, етімізді жақсылап қуырамыз. Тұзымызды саламыз, бұрышымызды саламыз. Жақсылап араластырып қуырамыз. Етке 100 грамм су құйып, толық піскенше дайындап аламыз. Етіміз толықтай пісті. Енді пиязымызды салып қуырамыз. Дәміне қарай паприка қоссаңыздар болады, сонымен дайын. Енді қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін ұнға дрожжымызды саламыз. Араластырамыз. Тұзды жылы су қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды жылы жерге бетін жауып көтерілгенше қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Енді соған ұн сеуіп, жақсылап жайып шығамыз. Жайғанда қатты жұқа болып кетпесін. Жайған қамырымызды осындай домалақ ыдыспен кесіп аламыз. Жақсылап майлаймыз және осылай конверт қылып жауып қоямыз. Майланған мантоваркамызға дізіп шығамыз. 25 минут оны пісіріп аламыз. Тамағымыз дайын болды. Енді бұны жеу әдісі: ортасын ашып, ішіне етімізді салып, сүйікті приправамызды салып, немесе қаймақ салып жеуге ұсынамыз. Өте ерекше әрі дәмді тағам болып шығады. Жасап көріңіздер. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.